құрметті оқушылар, мен Алматы облысы Қаратал ауданы Үштөбе қаласы Ілияс Есенберлин атындағы мектепке дейінгі шағын орталығы бар орта мектебінің 3-ші деңгейлі география пәнінің мұғалімі Танатарова Гүлзат Пернехановна. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын балалар тақтадағы жұмбақтарға назар аударайық. Жұмбақтарды шешіп көрейік. Ақ жылан, аяғы жоқ, көзі де жоқ, сөйлегенде бір ауыз сөзі де жоқ. Тоқтамай қысы жазы кезе берер, үстінде бір жапырақ бөзі де жоқ. Ол не екен балалар? Дұрыс айтасыздар балалар, өзен, жарайсыздар. Бір шұқырда көп шұқыр, іштен түртіп көп шұқыр. Ол не деп ойлайсыздар? Дұрыс балалар, бұлақ, жарайсыздар. Ауыл сыртында сайда жатыр үлкен айна. Ол не екен балалар? Дұрыс айтасыздар. Көл. Жақсы балалар. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай нысандарға байланысты болады деп ойлайсыздар? Дұрыс балалар, су нысандарына. Жарайсыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашу үшін мына анаграмманы шешіп көрейік бірлесіп. Айтасыздар балалар. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ гидронимдері. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты қазақ гидронимдерін жіктеп, мағынасын түсіндіреді және транслитерациясын 3 тілде ұсынады. Бағалау критерийлері. Гидронимдер ұғымының мағынасын түсіндіреді, қазақ гидронимдерін жіктейді, қазақ гидронимдерін транслитерациясын 3 тілде ұсынады. Терминдер, гидронимдер, пелагонимдер, патамонимдер, лимнонимдер, гелонимдер. Қанекей балалар, жаңа сабағымызды бейнебаяннан бастайық. Бейнебаянға назар аударайық. Кез келген атау үшін біздер оның шығу тарихын, атаудың дұрыс жазылуын, айтылуын білуіміз қажет. Географияда географиялық нысан атаулары ортақ белгісіне қарай топонимдер деп аталады. Топонимдер ароним, гидроним, ойконим және хороним болып жіктеледі. Бүгін біздер гидронимдерге тоқталамыз. Гидронимдер барлық су нысандарының жиынтық атауы. Оларға өзендер, көлдер, батпақтар, мұхиттар, теңіздер және жер асты сулары жатады. Қазақ гидронимдері бірнеше түрге жіктеледі. Олар: пелагонимдер. Пелагонимдер теңіз және мұхит бөліктерінің атаулары. Лимнонимдер. Лимнонимдер көл су қоймаларының атауларын берсе, гелонимдер батпақ атауларын білдіреді. Потамонимдер өзен, бұлақ атауларын білдіреді. Қанекей балалар, бейнебаянды тамашалап болсақ, өз ойымызды ортаға салайық. Гидронимдердің классификациясы. Пелагонимдер теңіз және мұхит бөліктерінің атаулары, лимнонимдер көл су қоймаларының атаулары, гелонимдер батпақ атаулары, патамонимдер өзен, бұлақ атаулары.
Патомонимдер режимі бойынша ағыл, ағын, еспе, жайылма, қарасу, нұра, сарқырама болып келеді. Жер бедері бойынша ақсай, жарма, жыра, кемер, қобы, өзек, сай, ойыл болып келсе, пішіні бойынша айрық, аша, бақанас, бұрлық, бұрым, ирек, тарам, бұтақ болып келеді. Өзеннің өлшемдері бойынша түрлері бұлақ, дария, жылға, қайнар, өзен. Ал су сипаты бойынша ақсу, суат, ащы су. Лимнонимдер мөлшері бойынша айдын, жалпақ, көл, көлмек, көлшік, теңіз, шалқар. Жер бедері бойынша астау, ой, шұқыр, шұңқыр, шүмет, шығанақ. Сыртқы көрінісі бойынша жалаңаш, жалтыр, батпақ, ми, тақыр, татыр болып келсе, режимі бойынша қайраң, қайнар, қамыс, қақ болып келеді екен. Ал суының құрамы бойынша ащы, сор, тұз. Ал сипаты бойынша бидайық, былқылдақ, тоңғар болып келеді. Ендеше балалар, тақтадағы көрсетілген мәтінге сүйене отырып, бірінші тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада балалар сипаттамасы бойынша патомонимдерді дұрыс жауаптармен сәйкестендіресіздер. Міндетті түрде төмендегі көрсетілген дескриптивтерге сүйенесіздер. Яғни, гидроним түрлерінің негізгі ерекшеліктерін айқындайды, гидронимдерге мысал келтіре алады. Балалар, бірінші тапсырмамызды WordWall программасы арқылы орындайсыздар. Яғни, бұл жерде балалар өзеннің өлшемдері бойынша түрлері, пішіні бойынша, режимі бойынша, су сипаты, жер бедері бойынша патомонимдердің түрлерін сәйкестендіресіздер. Сіздерге берілетін уақыт 3 минут. Қанекей балалар, тапсырманы орындап болсақ, сәйкестендіріп көрейік. Пішіні бойынша айрық, бұтақ, тарам, аша, бақанас, бұрлық, бұрым. Режимі бойынша ағыл, жайылма, сарқырама, ағын, еспе, қарасу, нұра. Өзеннің өлшемдері бойынша бұлақ, дария, жылға, қайнар, өзен. Суының сипаты бойынша ақсу, суат, ащы су. Жер бедері бойынша ақсай, жарма, жыра, кемер, қобы, қора, ойыл, өзек, сай. Тексеріп болсақ балалар, әрі қарай жалғастырайық. Ендеше балалар, орындаған тапсырмамыздың балдарын көріп шығайық. Ислам 5, Арман 5, Жансая 5. Жақсы балалар, жарайсыздар. Ал балалар, бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Бұл жерде балалар, мәтінмен жұмыс. Жаңағы берілген мәтінді басшылыққа аламыз. Сипаттамасы бойынша лимнонимдердің дұрыс жұптарын табасыздар. Ол тапсырманы орындау барысында міндетті түрде төмендегі дескрипторды қолданасыздар. Яғни, гидроним түрлерінің негізгі ерекшеліктерін айқындайды, гидронимдерге мысал келтіре алады. Бұл тапсырмада балалар WordWall программасы арқылы біз тапсырманы орындаймыз. Аталған тапсырмада біз дұрыс жауаптарды тауып, бір-бірімен жұптастыруымыз қажет. Уақыт 3 минут. 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 3 минут.
Ал қанекей балалар, тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауаптарын тексеріп көрейік. Суының құрамы бойынша ащы, сор, тұз. Суының сипаты бойынша бидайық, былқылдақ, томар. Сыртқы көрінісі бойынша жалаңаш, жалтыр, батпақ, ми, тақыр, татыр. Режимі бойынша қайраң, қайнар, қамыс, қақ. Жер бедері бойынша астау, ой, шұқыр, шүңей, шығанақ. Мөлшері бойынша айдын, жалпақ, көл, көлмек, теңіз, көлшік, жалпақ. Олай болса балалар, тапсырмамыздың нәтижесін көріп шығайық. Айдар 6, Жансая 6, Айдана 3, Мирас 3, Арман 2. Олай болса балалар, сабағымызды 3-ші тапсырмамен жалғастырайық. Картадан Қазақстанның транзиттік өзенін анықтап, транслитерациясын ұсыныңыздар. Бұл жерде балалар, 1-ші бағанға транзиттік өзен атауын жазасыздар, 2-ші бағанға транслитерациясын, яғни өзеннің 3 тілде атауын жазасыздар: қазақ, орыс, ағылшын тілінде. Және 3-ші бағанға мағынасын жазып шығасыздар. Бұл тапсырманы орындау барысында міндетті түрде дескриптивті қолданасыздар. Яғни транзиттік өзеннің мағынасын түсіндіреді, 3 тілде транслитерациясын ұсынады. Сіздерге берілетін уақыт 3 минут. Балалар, 3-ші тапсырманы орындап болсақ, тақтаға назар аударып, өздеріңіздің орындаған нұсқаларыңызбен дұрыс нұсқаны салыстырып, плюс-минус әдісі арқылы өз-өздеріңізді бағалап шығыңыздар. Бұл жерде балалар, транзиттік өзен атаулары, яғни Сырдария, транслитерациясы Сырдария, Сырдария, Сырдария. Мағынасы: көне гректер кейде Яксат және парсылар Сейхун деп атаған, яғни мағынасы үлкен маржан. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтамас бұрын шығу парағы рефлексиясын Padlet тақтасына толтырып маған жібересіздер. Бұл жерде балалар, сіздер бүгінгі сабақта не қиын болды, қандай тапсырмаларын орындадыңыздар, ненің қандай екендігін түсіндіңіздер, не үйрендіңіздер, бүгінгі сабақ сіздер қандай жағымен таң қалдырды, соны толтырып жазуға сіздерге 3 минут уақыт беріледі. Ал балалар, шығу парағын толтырып болсақ, оқып шығайық. Бұл жерде Жансая терминдерді атау қиын болды деп жазыпты. Лимнонимдер мен патомонимдерді жіктедім. Сырдарияның транзиттік өзен екенін білдім деп жазыпты. Лимнонимдердің көл, су қоймаларының атауы екенін білдім. Және терминдер таң қалдырды деп жазыпты. Рахмет балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біз қазақ гидронимдерін мазмұнына қарай жіктеп, мағынасын түсіне отырып, олардың 3 тілде транслитерациясын айқындадық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.